Ассалаумалейкум, қымбатты көрермен, бұл Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы. Біз тағы да Алатау аудандық сотына келіп тұрмыз. Өткенде айтып өткеніміздей, банк менеджері клиенттің үйін заңсыз сатып жіберген. Қазір сол сот отырысында қаралып жатыр. Бүгін судья қандай шешім қабылдайды, бөлісеміз. Біз Алатаудан сотына келіп қалдық. Естеріңізде болса, бұған дейін өзімнің Рақышба бойынша сенім білдірушінің үйін банк қызметкерлері өзінің ойына келген бағаға сатып, үлкен шығынға ұшыратқандығын, қазір уақытта оның жағдайы нашарлап кетіп, қиындыққа ұшырағанын, одан кейін біз сотқа сол бойынша арыз берген, сол арыз бойынша қаралып жатқан азаматтық іс бүгінге қалдырылған болатын. Қазір сотқа келеміз, кіреміз, сот қандай шешімдер қабылдайды, соның барлығын сіздермен міндетті шыққаннан кейін бөлісетін боламыз. Сот талаптаушының талабы жеке куәлігінің көшірмесі, сенім хаттар, өкілдің құзыретін қуаттайтын 2007 жылғы 20 наурыздағы ипотекалық шарт, 26 қаңтар 2007 жылғы банктің қарыз шарты, жауаптар, прокуратураның жауабы, 5 қаңтар 2024 жылғы делінген мемлекеттік баж төлеген туралы түрде тек жарғының үзіндісі, мерзімді қалпына келтіру туралы өтініш, аналитикалық анықтама, Алмалы ауданы сотының 8 қыркүйек 2011 жылғы шешім көшірмесі, үшінші тұлға Жусанов банктің бұл талапқа берген пікірі, және де талап қоюшының заңгерлік қызмет үшін төлеген қаражатты өндіру туралы өтініші, келісімшарт, түбіртек және де сұратылған кредиттік досьесі. Осымен толық құжаттар жарияланды. Сұрақтар толықтырулар бола ма жақтарда? Жоқ болса, онда осымен аталған азаматтық шеңберінде 2 сот отырысы әзірлік бар, әзірлік кезінде өткізілген, және де 4 сот отырысы тағайындалған болатын. Алайда жауапкер Шағаева сот отырысына келмеді. Осы тұрғыда азаматтық процесстік кодексінің 190 бабының талаптарына сәйкес аталған іс оның қатысусыз қарауға жатады. Сот жарысының дайсыздар талап қойшы. Рахмет, құрметті сот қатысушылар. Енді біз кеше күнінде сот отырысын өткізіп, жарысөге көшіп жатырмыз. Енді біздің жарысөге келу себебіміз менің өзім қорғауымдағы талап қоюшы өзінің құқықтары бұзылғандығын көрсетіп отыр. Атап айтатын болсақ, өзінің 2007 жылы несие рәсімдеген, ол несие уақытында төлей алмай қалғандықтан, банк алдында берешек болғандықтан, өзінің пәтерін жауапкер сенімхат беру арқылы қарыздың жабылатындығы туралы сеніміне кіргізген, яғни сендірген. Сол арқылы қазір үйдің қымбаттауы бар. 2007-де бағаланған үйдің құнынан 2011-де тағы да ол жыл сайын құны өсіп отырады, артып отырады. Сондықтан сіздің мына үйінің құны өзінің қазір бүгінгі қалған берешекті жабуға толық мүмкіншілік бар екендігін айтқаннан кейін талап қоюшы соған сеніп, нотариус арқылы оған сатуға рұқсат берген. Заң бойынша өзінің талаптары, банкінің өзінің ішкі тәртібі бойынша да мұндай тікелей банктың қызметкеріне мұндай жұмыстар атқару тиісті емес еді. Себебі ол банктың өзінің ережелеріне сәйкес, егер берешек борышкер өзінің қарызын толыққан жаба алмай, егер де төлей алмаған жағдайда сот арқылы, соттың шешімін шығару арқылы кейіннен ол сот орындаушы оны жүзеге асырады. Яғни ол қарызды өтеу мақсатында, соттың шешімін орындау мақсатында ол қарызды алу үшін ол үйді соттың келісімімен сатуға, яғни рұқсат алу керек. Одан кейін бар, оны аукционға шығару керек, одан кейін сатылу керек. Сатылған ақша бар, мына қарызды жабылу керек тәртібі бойынша. Заңның өзінің ережелері бар. Бірақ өкінішке орай, бұл жерде банк қызметтері өзінің қызметін асыра пайдаланып, тікелей жаңағы өзінің клиентіне шығып, тікелей өзіне сенімхат жасап алып, мына заңның да талаптарын, банкінің өзінің ішкі ережелерінің талаптарын өрескел бұза отырып,
ойына келген бағаға былай айтқанда сатып отыр. Яғни 8 миллион теңге деген нәрсе ол миға да қонбайтын, мына талап қоюшының да құқықтарына өте зиян келетін нәрсе. Ол заңда көрсетілген мұндай мәмілелер егер де жаңағы талап қоюшыға тиімсіз, оның құқығына зиян келетін, оның жаңағы жағдайын нашарлататын жағдайда жасалған мәмілелер ол сотпен заңсыз деп танылады, жарамсыз деп танылады. Сондықтан бұл жерде банктың қызметкері өзінің сөздері қызметкері бола тұра бұндай әрекет жасағаны ол заңсыз деп санаймыз. Соның салдарынан қазіргі уақытта талап қоюшы үлкен шығынға ұшырап отыр. Енді одан кейін банкінің өкілдері 2011 жылы сотқа берген. Мысалы, ол сотқа берген соттың шешімі шыққан, бірақ оны талап қоюшыны шақырылмай сот қараған істі, сырттай қаралған. Ол кезде де соттың шешімі шыққан кезде де банкінің өкілдері сот орындаушыға беріп, жаңағы осы шешімді орындауға болатын еді. Ол кезде де үнсіз отырған, себебі мына уақытты өтуін күткен, талап қоюшыға бірде-бір мына ақша берешек қарызың бар екенін, оны төлеу керектігін, төлемеген жағдайда әрі қарай заңға жүгінетін деген сияқты бір онда ешқандай да әрекеттер жасалмаған. Кейіннен соттың шешімі шыққанын тек қана мына 2023 жылы, 22 жылы соттың ұйғарымы, яғни банктың тарапынан соттан атқару парағын сұраған кезде ғана ол атқару парағын беруден бас тарту соттың ұйғарымы шығып, осы тараптарға жөнелтілген кезде ғана білген. Содан бастап біз осы банкке өзіміз сұрау салдырып, қандай соттың шешімі бар, қандай мына үйдің сенімхат бердік қой, әрі қарай ол үй не болды тағдыры деген сияқты сұраулар салдырып, оның үйдің сатылғаны туралы мәліметті сол банктен алдық, сатып алу шартын. Одан кейін жаңағы сенімхатты алу үшін енді талап қоюшы өзінің қандай сенімхат бергенін де білмейді, өйткені айтуы бойынша ғана істеген, былай жасайтын, былай жасайды деп өзінің жаңағы түсіндірмесімен істелгендіктен сенімхаттың да мазмұнын толыққанды оқу үшін, таныту үшін де нотариуске біз сұрау салдырдық. Нотариус уақытында бізге сенімхатты бермегеннен кейін біз нотариуспен соттастық. Сот арқылы әйтеуір ол сенімхатты алдық. Алғаннан кейін барып біз толыққанды сотқа жүгіну үшін біздің жаңағы сотқа ұсынатын қағаздарды болу үшін біз сол әрекеттен сотқа дейінгі реттейтін тәртібін бәрі жасадық. Енді сот барысында да біз сұрақтар қойдық өзінің тарапынан, не себептен ондай сізге құқық берілді, неге сіз өзіңіз сатасыз, неге сіз оны жағдайын қиындататындай жағдайға жеткізесіз дегенде сұрағына ешкім жауап бере алмады. Банкінде де ондай өкілеттік берілмегендігі анықталды, бірақ өзінің қызметін асыра пайдаланып осындай заңсыз әрекеттер жасағанын көріп отырмыз. Сондықтан құрметті сот, енді біз айтатынымыз, мына сенімхатты жарамсыз деп тануға беріп отырмыз, сатып алу шартын жарамсыз деп тануға беріп отырмыз. Себебі бұны алдау арқылы жағдайын қиындату арқылы қиындату үшін жасалған әрекеттер. Сондықтан біз оны сатып алу шартында сенімхатта күшін жою керек деп санаймыз. Себебі қазір талап қоюшының мойнында жаңағы 27 миллион теңге соттың шешімімен шығарып қойған қарызы тұр. Ол қарызын ол қалай өтейді? Ол сонда ол үйді не себептен сенімхатты беріп отыр, онда ол үйді жаңағы өзінің 7-8 миллион теңгеге сата салатын болса, ол өзі сатуды оның өзі де біледі ғой. Просто бұлардың солай сендіру арқылы ол үйіне барып, үйіне бармаса үйіне барып, бұның жаңағы өтелі куәда айтты ғой, үйімізге келіп, есіңізде жаңағы отпечатка жасап кіруге болмайтындығы, кірген жағдайда жауапқа тартылатындығын айтып, олар сол қорқып үйіне кіре алмай, амал жоқ сол сенімхатты мәжбүрлі түрде бергендігін, өйткені қарызың сонымен жабылады, болмаса үйге кіретін болсаң заңалды жауап бересің деп қорыққаннан кейін, сосын бұл жаңағы нотариус арқылы сенімхат берсін деп. Соны жабылсын, сонымен мойнында қарызымыздан құтылайық деп, сондай ниетпен берген, ол берейін деп бермеген. Бірақ сондай қысымдар болғаннан кейін, үйіне келіп, осындай жаңағы үйін бар отпечатка жасағаннан кейін ғана амалсыздан сондай сенімхат бергендігін айтып отыр. Бірақ өкінішке орай, сол сенімхатты алу арқылы ойына келген бағаға сатып, қазіргі уақытта талап қоюшының жағдайын қиындатып отыр. 27 миллион теңге әлі қарыз болып қойып отыр. Одан кейін банкінің өзінде мына жерде мен қарап отырсам, өздері үйдің бағасын 25 миллионға бағалайды да 30 миллион несие берген екен. Жарайды, солай берді деген өзінде де, енді банка оны үйді сондай құнды қылып 25-ке бағалап отырса, оған 30 миллион теңге ақша қаражатын беріп отырса, ол қалай 8 миллионға сатады? Мен түсінер едім, егер сот орындаушылар солай аукционға шығарып солай сатып жатыр екен десе.
банктың қызметкерлері іштей бұл досье қолында тұр, жаңағы қаншаға несие рәсімдеген бәрін біледі, қаншаға үйдің бағаланғанын біледі, үйдің құнын қанша несие бергеніне дейін біледі, соның бәрін біле тұра өздері сенің қатал 8 миллионға сату, бұл сөйтіп әрекет деп айтқым келеді. Өздері қулық жасау мақсатында, пайда көру мақсатында жасалған, яғни талап қою үшін жағдайды қиындататын жағдайда жасалған әрекет деп айтқым келеді. Сондықтан біз енді заңда көрсетілген, сот өзінің шешім қабылдаған кезде өзінің ар-ұятына, ар-ұжданына, өзінің ішкі сеніміне сүйене отырып шешім қабылдайды. Біз енді сотқа сенеміз, өйткені мына жерде банкінің тарапынан өрескелдік заңбұзушылықтар болып отыр. Соның салдарынан қазір талап қою үшін жағдай қиын болып отыр. Бүткіл арестің бәрін қойып тастаған, ешқандай әрекет жасай алмайды. Қазір банкінің алдында 27 миллион қарызын деп отыр. Осының бәрі қазір бұл үйді қайтадан қалпына келетін болса, бастапқы жағдайға өзі сатып, өзі қарызын жабуға мүмкіншілігі бар. Себебі бұл үйдің нарықтағы бағасы әлдеқайда өсіп кеткен. Ол баяғы 2011-дің өзінде де өсіп кеткен нарықтағы бағасы. Бұл деген соны 2 қабаттық үй. Соның бәрін біле тұра, осы үйдің қымбаттауына байланысты сіздің қарызы толық жабылады дегеннен кейін ғана талап қоюшы болса сенімхат беріп отыр. Анын кезде Нұрлан келді, Нұрлан сөйтті, Нұрлан бітті деді. Кредит 2007-де берілген. 2007-де берілген. Проблема енді бұлай 2008-де басталған шығар деп ойлаймын. Может, сразу басталған шығар. Оны қазір досьені қарасам, протоколды берген кезде соны білуге болады. Содан кейін сұрақтар берген кезде мен 2003-те 2006-ға шейін тұрдым деді. Оның запись бар, бәрі естілді. Ол келді, выселение, Нұрлан 22-де үйге бардым дейді. Біреу еркек адам есік ашты дейді. И мені боқтап, біреуге звонда, біреуге емес, Нұрлан мынаны алып тастар деп, сондай сөз айтылды. Сосын сұрақтар берген кезде ол негізі анау свидетельдеріңіз поплыл дей ма, орысша оның ішіме айта алмаған жоқ. Мына жерде жаңа жауапкер айтып отыр ғой, үйдің бағасы, нарықтағы бағасы түсіп кетуіне байланысты 8 миллион сат. Енді бұл жерде заңның тәртібі бойынша үйдің нарықтағы бағасын түсуіне байланысты бағалау жұмыстары жүргізіледі. Бағалау жұмыстары жүргізіліп, онымен міндетті түрде үйдің иесімен таныстыру керек. Мысалы, сот орындаушыда үйді сататын кезінде бағалау жұмыстарын шығарып, анықтап, содан кейін барып қана оның келісімін таныстырғаннан кейін, ол қол қойғаннан кейін барып қана аукционға шығарады. Заңның тәртібі бар сондай. Сіздер өздеріңіз ойыңа келген бағаны біз комиссия солай шештік. Комиссия отырып алып, не шешіп жатқанымызды білмейміз. Оны неге мына үйдің иесімен неге оны таныстырмайсыздар? Неге үйдің иесі онымен келісе ме, келіспей ме, оның пікірін білмейсіздер? Біріншіден, екіншіден, мына жерде талап қоюшы жауапкер Шағаева сотқа келмей отыр. Өйткені оны атына қойғанымен де ол фактически ол үйде тұрмайды да, ол үйде иесі әлі күнге де осы жауапкердің атын осы басқарады. Өйткені үйдің иесін үйді барып анықтай кім тұрып жатыр деп жаңағы өткенде куә айтты ғой, барған кезде бөтен адамдар жүр екен, сұраған кезде осы кісіге хабарласты деп. Сол жерде мына кісіге хабарласып, мына адамдарын алып келіп жатыр үйге деп деген сияқты әңгіме айтып жатыр. Яғни ол әлі күнге дейін ол үй бос тұр, былай айтқанда. Әлі ол осы кісінің балансында тұр. Одан кейін мына жерде жаңа сот орындаушылар хабарласуда мүмкін дейді. Ол сот орындаушы қалай хабарлайды? Егер өндіріс іс қозғалмаған, атқару парақ сіздер алмағансыздар, алға атқару парақ жоғалтқансыздар, өйткені сотқа сіздер атқару парақты қалпына келтіру туралы өтініш беріп отырсыздар. Біз сол арқылы ғана біліп отырмыз. Сот атқару парақты қайтадан қайталамасын беруден бас тартқаннан кейін. Ол атқару парағы бар болса, ол сот орындаушы өндіріске түскен болса, біз білер едік қой, бізге сот орындаушыдан хабар келіп жатса, мынандай қарызың бар деп жатса, онда біз біліп, онда біз қаяқтан шыққан шешім, не шешім, қаяқтан бәрі, оның барлығын біз сот шешімдерінде, атқару бәрінде біз соттан сұрау салдырып алдық барлығын. Соттың шешімін де соттан алдық, содан кейін жаңағы ұзарып шыққан кезін, ұзарып берілген жаңағы бастапқы соттан. Барлығын біз одан кейін сіздер осы купли-продажында біз банкіге сұрау салдырып алдық, бәрін сол кезде жинадық материал. Мыналар шоковый состояниеде болып жатқан кезде, мынау қалай сонда біздің құтылып осында 13 жылдан кейін қайта қарыз қылып тұрған деген дау туындаған кезде бар, біз оның бәрін анықтадық. Одан кейін мына жерде жаңа бір өкілі келіп деп отыр,
Оны да талап қойушыдан біз сұрастырдық, ол ешқандай ешкімге сертификат бермеген, ешқандай өкіл бармаған, оның бәрі жалған деп оны да айтып отыр. Сосын кеше куә айтып отыр, 2003-те 2006 ол сол жерде фактически тұрғанын айтты. Ол келіп кетіп жүрген, одан кейін бір келіп кетіп жүрдім дейді, тұрмысқа шықтым деді, оқу бітірдім деді, ол келіп кетіп жүрдім. Өйткені ол бәрі өзінің үйі ғой, әке-шешесінің қалған үй, жеңгесінің атына сатып алу жасалғаннан кейін, бәрі де ол үйге келіп тұрады, өйткені Алматыда тұрғаннан кейін ол өзінің үйіне келеді. Сондықтан ол сол куә соны айтып отыр. Шындыққа жанаспайды, әртүрлі сөйлеп отыр деген нәрсе. Сондықтан осы айтылған уәждердің бәрі құрметті ескеріліп тұрайық. Репликалар жоқ болса, сот актісін қабылдау кетеді, жариялануы 29-ы сағат 17-15-те болады. Сот актісі шығару үшін шығып кетуі. Біз қазір соттан шықтық. Өзім сенім білдіруші Рақышеваның арызы бойынша қозғалған азаматтық іс бойынша бүгін жарыссөзге көшіп, біз сотта оның үйінің заңсыз сатылып кеткен, яғни арзан бағаға сатылып кеткен сатып алу мәмілесін жарамсыз деп тану туралы іс болатын. Қазір жарыссөзде өзіміздің барлық уәждерімізді айттық. Сот енді 29-ына қалдырылды. Өзінің шешімін, қандай шешім қабылдайтын өзі сол уақытта жариялайтын болады. Соттың шешімі шыққаннан кейін міндетті түрде сіздермен бөлісетін боламыз. Өздеріңіз естігендей аталған себептерге байланысты сот отырысы 29 наурызға қалдырылды. Яғни бұл соңғы сот отырысы болып табылмақ. Алдағы уақытта сіздермен соттың қандай шешім қабылдағанын бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Рахат Қосай, Жақсылық Тұрғанбаев, Заңлайф арнасы.